Енді құрметті ағайындар, Айтбек пен Мөлдір отырып алып, не әңгіме айтып отыр, болған іске сыншы көп деп сөге жамандамаңыздар. Біз осы мәтінді, осы әннің сөзін өз нұсқамызда өзгертіп көрдік. Ақыл айта бермей, іске көшейік деп көрдік. Ал ендеше мен микрофонға барып, осы әнді сіздерге орындап берейін. Мөлдір, әркім өз ісімен айналыссын. Садрадин де сөз жазды, мен де ән айтам. Жолың болсын. Әуені әдемі, сазыны әңгімеміз жоқ, бейне баян таңғаларлық, бірақ сөзі әттең ай. Бақытты мекен, жаздай жайдар екен, арманды аралайын қайда екен, уақытты бағалай, жолдарға қарамай. Көңілім мас күйде, міндім таксиге, күтеді мен алдан, күнімде жас бейне, бірақ ол шақтар қайда, қалдым ма тек ойда. Жүрегім жас күйде, міндім таксиге, мен үйде анам күтеді, бармаймын басқа үйге, жеткіз үйдегі жанға. Бақыт деген сонда, сол бір мекен жайға, күнде ораламын, бірақ басқа кетем қайда. Әлем араладым, бәрі үйге апармай ма, сол үйде ғана түсемін мен күйге дара. Ең жанашырым үйдегі сол бейне ғана. Біз әр күні жолда, шүкір етсек барға, жайлы болар жанға, күтсе үйде анаң ең сұлу адам. Бақыт сол ғой маған. Көңілім мас күйде, міндім таксиге, күтеді мен алдан, күнімде жас бейне, бірақ ол шақтар қайда, қалдым ма тек ойда. Жүрегім жас күйде, міндім таксиге, мен үйде анам күтеді, бармаймын басқа үйге, жеткіз үйдегі жанға. Бақыт деген сонда, бақыт деген сонда. Вау! Не деген таналиш түспей атқан.